Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Бүгін құймақ жасап үйренетін боламыз. Яғни 2 жұмыртқаға секерімізді, тұзымызды салып жақсылап араластырамыз және сұйық майымызды саламыз. Барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Одан кейін жылы сүтімізді 3-ке бөліп құямыз және кезекпен ұн салып отырып араластыратын боламыз. Сүттің температурасы салқын болмау керек, жылы болу керек. Қыздар, видеом ұнаса каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып қойыңыздар. Енді осы ұнымызды қою болғанша араластырамыз. Міне осындай қою болу керек. Содан кейін қайнаған су қосамыз, яғни жылы не мұздай болмау керек. Қайнаған су болу керек. Жақсылап араластырасыздар, осылай осындай сұйық масса шығу керек. Қызып тұрған табаға 2 жағы қызарғанша пісіріп аласыздар. Видеодағыдай осындай ажурный болып шығады. Осылай кезекпен құйып пісіріп аласыздар. 2 жағын аунатасыздар. Пісу уақыты 2-3 минутты алады. Өте тез жұқа болып піседі. Сіздерге ас болсын. Сіздермен бірге Салтанат. Видео ұнаса комментарийға қалдырып кетіңіздер. Ас болсын.